Армағайын, бүгін мың бала жобасы жетісудің жүрегі атанған Талдықорған қаласында. Бүгінде мың бала жобасының кастингінің ең қызықты сәттерін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, мың бала жобасы жетісу жүрегі Талдықорғанда. Тиктокпен айналысатын жас блогерлер Инстаграмда әртүрлі саладағы балаларға кастинг өткізіп жатырмыз. Әрі қарай осы блогерлікке дайындаймыз. Өзінің мысалы үшін қобызшы болса, қобыз арқылы мысалға қалай ол өзін Инстаграм арқылы, Тикток арқылы танымал қыла алады. Бізге қандай контенттер ұсынылады, не болмаса домбырашы болса, өзі әнші болса, ол қалай әнші болып тұрып блог жүргізеді. Осыған үйретіп, осы балалармен бірге контенттер жасау мақсатымыз мың бала хаус деп атадық. Мың бала хаус деген ол Қазақстанның барлық жеріне жиналып бір күш болды деген сөз, сондай бір мағынаны білдіретін ұғым. Сол себепті мың бала хаус деп атағанбыз. Мен 10 сынып оқимын, жасым 16-та, және 125 high school мектебінде оқимын қазір. Және менің өнерім, мен қобыз аспабында ойнай аламын, және өнер мектебінде оқимын. Сіздікі жай қобыз, прима қобыз? Прима қобыз. Прима қобыз, қашаннан бері қатысасыз? Осы өнер мектебіне қатысып жүргеніме 4 жыл болды. Ал бұлай 5 жыл ойнап жүрмін, 5 жыл. Қайсы күнде қашан түстіңіз? 9-шы сыныпқа кейін ба? Осы 10-шы сыныпта түстім. Бір ай болды. Не үйретеді, тек сабақ оқисыз? Сабақ оқимыз. Неге тестке дайындаласыздар? НТ-ға дайындаламыз. Инстаграмда, Тиктокта отырасыз? Әр сыныптың өзінің Тиктогы бар, 125-те. Сол Тиктокқа контент түсіреміз. Сіз қандай контенттер жасайсыз? Біз жалпы сынып болып бірге түсіреміз. Сондықтан сыныптағы влог түсіреміз дегендей. Бүгін сыныпта қандай нелер болды, қандай оқиғалар болды, қандай сабақтар. Жалпы влог түсіреміз көбінесе. Сіз өзіңіздің ойнағандарыңызды салып бастап, өзіңіздің ашқан салмайсыз ба? Жоқ, салмаймын. Бірақ өзім Тикток түсірем. Қазір сізде қанша оқырман бар еді? Аз, Аз өте. Мен өзім үшін түсірем. Не үшін кастингке қатысып, осы жобаға келгіңіз келеді? Мен тоже блогер болғым келеді. Тикток желісінде, Инстаграм желілерінде, сондай желілерде танымал болғым келеді. Сондықтан. Мен еще киноға түскем. Бізде 125 high schoolға сериал түсіруге келген. 125 туралы сериал. Махамбет Мырза деген главный актермен мектеп өмірі жайлы сериал түсірген, және сол сериалда бірнеше жерлерінде ойнағам. Ол сериал әлі шығып жатыр. Пока что бірінші сериясы ғана шықты. Ол жерде эпизодтар ойнадыңыз, текстіңіз болды ба? Болды. Тағы да бола ма ол серия, тағы да түсіреміз? Пока что 4 сериясын түсірді, бірінші сериясын шығарды ютубқа, одан кейін 10 серияға дейін түсіреді. Барлығында сіз боласыз? Мен сол класста отырам. Ол сериал мектеп жайлы болғандықтан класста отырам, бірақ қатты главный рөлді ойнаймын деп айта алмаймын. Сізден басқалардың барлығы шығыр ма, таңдап алдыңыз кастингпен? Таңдап алды, кәдімгідей кастинг өткізді бізде. Сол таңдап алды сол жақтан. Жақсы. Сіз Алматыға бара аласыз, Онда сіз қазір тартып бересіз ғой бізге бір шығарманы, Халық әні Елігай.
Студентім. Сонда жас нешеде? 16-та. 16-та. 17 Мектеп бітірмей түсіп кетесің ба? 17-дегілер бір курсқа түседі олар? Иә, 2005-тер. Қай жақтан келдің? Осы Талдықорған қаласында. Не үшін МЧС-ке түстің? Өзім негізі мен басқасына түсейін деген былай. Қандай? Басқа мамандықтарды көрейін дедім де, сосын спорт жағына жақынмын да, спорт пен физкультурныйды алып кетем деп жүріп, 3 балл жетпей қалды да, МЧС қалысы кетті. Қалай қазынап жатыр енді? Қазынап жатыр, жақсы. Мына проект туралы кеше сол неден естідім ғой? Иә, кеше. Университет айтты ғой? Иә, кураторларымыз айтты. И қызығушылық бар ма? Қызығушылық былай күшті болып тұр. Өте жақсы. Өзің Инстаграмда, ТикТокта не түсіресің? ТикТокта сол қазіргі трендтерді былай. Соны билейсің ба сен? Билеймін, өлең айтамын. Спортқа жақын, тақпақ, ән айта беремін. Фитнес блог түсірмейсің ба? Өзіңнен залдан? Залдан анда-санда ғана түсіремін. Ондай залдың өзіміздің басқа парақшамыз бар, сол жақта жүргіземін. Есімің ба? Иә, өзіміздің жай қызық үшін. Әнге қатысып едің, жай өзің әуесқой? Әуесқой, любительский. Сахнада айтпайсың? Сахнада нелерде айтып тұрам, мектептерде, былай, универда. Былай ән жазып шығып жүрген жоқсың, иә былай? Өзім ән жазып. Жоқ, запись жазып та, студияда? Жоқ, жеке ән шыққан жоқ. Қызықта өзіме. Спорттан да бөлек осылай дамып, әрі қарай қазақ елінің контентін дамытқым келеді негізі. Ән айтып бере аласың ба? Айтып берейін. Әдетті бәрі тәтті бәрі басында, уақыт өте кетеді бұғала басына. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жайт, себебі сиқыр көпір бар арада расында. Түсініп ал, сезініп ал, мен болады өмірің бал, қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл, себебі екеумізге не керегін білемін. Алыстамай сондықтан жанымда қал, жаным ау, сен уайымдама, түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана, тек сен. Алаңдама, сенші маған, келші маған, әндетемін сені сағынғанда. Теңетемін әппақ атқан таңға, жүрегімнің жарып шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма. Тренд дегенде айтып жүрсің ғой, Былай, гитара айтасың ба? Гитара үйреніп жүрмін қазіргі таңда. Тоже қызық, иә? Қызық. Гитарамен өлең айту. Мектепте қай пәндерде жақсы болдың? Мектепте тарих көп, бүкіл пәннен отличник болған негізі. Жақсы. Онда жайдарманға қатыспайсың? Жоқ, активистпін. Қандай ұйымдарда? Сол ән саласында көбінесе активист деген бөлек группа бар да. Мереке шара болған кездерде жүргізуші сонда енді кіріп жатырмын да. Енді? Иә, бірінші курс. Иә. Бізге келгеннен кейін қандай заттар жасай аласың? Сол қазіргі таңда гитараны ойға алып жатырмын. Гитарамен кавер түсіріп, сосын трендтегі билерді сол екеуін. Биге қатысқан жоқсың? Биге қатысқан жоқ. Бірақ икемің бар? Бірақ икем бар. Жақсы. Хорошо, қуанышымды пока отыра бер, иә? Атын кім? Жанабек. Жанабек, ауырып тұрсың ба? Иә, кішкене ауырыптым. Жаңабек, фамилияң? Қанабеков.
Қанабеков. Сен не жібердің бе қазір? Иә, жіберген. Аха, өзің туралы қысқаша айтып берсең. Мен біздің политехникалық колледжді бітіргем. Осы биыл бітірдім. Қандай мамандық? Физрук. Негізінде оның алдында мен переводпен түскен болатын, оның алдында музыкальныйдікін оқығам, Қанабек Байсейітов атындағы. Сол жақта оқыған болатын. Содан кейін по личным обстоятельствам сол жаққа ауысуға тура келді. Содан кейін стажер болдым. Қазіргі таңда проект уақытша тоқтатылды Алматыда. Қандай проекті? Стажерство. Рух, группа Boysband. Рух Entertainment'та. Boysband, да? А ол топ құрылмай қалды ма? Ол проект уақытша тоқтатылды. Жұлдыздың несі болатын проект болатын. Қай жұлдыздың? Қағаз кемеде ойнағанша. Сол кісі продюсер болған біздің. Негізі топ құрдыңдар, неше баладан құрдыңдар? Ең басында толықтай кастингтің басында 10 бала болған. Соңында 6 бала, 7 баладай қалды ғой примерно. Оның өзі де толық емес әлі. Шешілген жоқ қанша қалатын. Сол топта солист, не? Иә, сол топта солист болдым. Уақытша тоқтатылды. Оның алдында Juice Entertainment'та болған. Ол жерде не істедің? Ол жақта кастинг болған басында. Содан кейін ол кастингке шақырылды. Одан кейін Рух Entertainment'қа қосып кеттім. Ал қазір неге шақырып жатыр? Тайпа Entertainment'қа, продакшнға. Инстаграм, тикток жүргізесің, е? Инстаграм жүргізем, бірақ тикток емес. Инстаграмда сол әндерін саласың ба, не қалай? Иә, кавер салам. Кавер саласың, е? Иә. Қашынан бері түсірушісің? Көп уақыт болды. Қазір қанша адам оқиды сені? Инстаграмда? Инстаграмда ма? Инстаграмда аз менде. Особо. Тикток жоқ. Салмайсың, е? Қандай инструменттерде ойнайсың? Укулеледе ойнаймын, оның алдында мен дәстүрлі әнші болдым ғой. Сол себептен домбырада ойнағанмын. Дәстүрлі әнші қайда? Осы жерде шығып жүрдің ба? Иә. Может, ар жақта коридорға ойнай ма? Қанабек Байсейітовта не болған? Қанабек Байсейітов осы музыкалкада дәстүрлі әнші болдым ғой. Сол кезде домбырада ойнағанмын. Хорошо, қазір бір ән тыңдап көрейік, иә? Укулелемен айтасың ғой, иә? Иә, жақсы. Ол болмаса басқа ән орындасың да болады? Содан бастайын? Мойныңда сенің күмістен алқа, толқынды жаға, екеуміз ғана. Сырымыз бітпей жалғасты таңға, жағымды жанға, менде арман бар ма? Тағы да? Мен ол аккордын ұмытып қалдым. Қайсы Орындап жүрген несі ба? To the moon and let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars, and let the words hold my hand, and let the words I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars, and let the words please be true.
another words, I love you. And another words, I love you. Сен модель агентствода жұмыс істейсің ба? Жұмыс істедім Велада модель агентствода. Подиумға шықтың? Жоқ, подиумға шықпадым мен, тек фотомодель болып. Тек фотомодель болып. Негізі подиумға дайын болғам, одан кейін мен уақытша контракт расторгнуть еттім. Қазір фотомодель болып түсесің, әлі? Жоқ, контракт расторгнуть еттім. Қызық емес өзіңе? Уақыт көп алатын болып кетті ол. Бәрін бірге алып жүр, қиын болып кетті да. Оған время уделять етуге көп уақыт келді, содан кейін. Сол себептен. Бойың қанша сенің? Мен точно білмеймін, бірде 77 ме, 78 сондай шығар. Аниме қарайсың, е? Жоқ. Қарағам. Ең алғашқы сол Наруто болған шығар. Сосын магический битва. Қарағамсың, е қазір? Жоқ. Неге енді Инстаграмды ән айтасың, бейнейсің, фото модель болып жүрсің, Инстаграмды тастап кеттің ба, жүргізбей қойдың, е дұрыс? Инстаграмды ба? Неге активно жүргізбейсің дейді. Клиптер жасайсың, не мод видеолар жасайсың? Мод видеолар, иә. Неге активно жүргізбейсің? Жүргізбей жүрсің? Иә, Инстаграм, неге көтермейсің Инстаграмында? Оған, иә негізі көбіс, соған негізі время уделять етем деймін да, уақыт болмай кетеді көбіне. Не істейсің уақытын қазір? Қазір таңдама, қазір негізі в основном жұмыс менде көбіне. Сонымен кетіп қалады уақытым. Алматыдасың ба көбіне, осында Талдықорғанда жүресің ба? Екі жақта да жүремін. Алматыда да осында да, неде стажерство кезінде Алматыда жүргем. Содан кейін уақытша тоқтатылғаннан кейін жаққа келдім қайттан. TikTok хаустарға бұрыннан барғың келетін бе еді? Негізінде иә, интерес болатын. Енді осы творчествоның айналасында жүргеннен кейін бәрібір қызық болады ғой. Биге қалайсың? Биге стажерство болған кезде не істейтінбіз, дайындалатынбыз. Бірақ в основном көбіне бізде экзамендер вокалдан басталды да. Сол себептен кішкене би не болды, басым болды. Басым болған жоқ керісінше. Биден мұғалімдер болды? Иә, бәрі бар. Бірақ биге не бар, икем бар. Домбыра, үтілі де Сосын не текст жазам. Өзің жазған әндерің бар ма? Екі ән бар. Ол бірақ тура өзімнің нем емес. Аранжировкасы бәрі бір адамдікі, текст менікі. Еще тағыдана TikTokта бір тренд болып еді ғой. Ақындардың нелеріне мотив шығарып, соған не істейтін ше. Сондай шығарған болатын. Жақсы. Түсінікті. Рахмет. Алтынгүл Тұрсынбек, айта беріңіз. Мен осы Ильяс Жансүгіров атындағы университеттің IT мамандығы бойынша екінші курс студентімін. Мен хобби ретінде айналысам TikTokта хобби ретінде өзімнің хоббим ретінде соқтым. Билерді және мысалы жизненный нелер болады, жиза дейтіндер, сондайлар түсіремін. Жай хоббим ретінде түсіремін. Жиза дегенде өзіңіз түспейсіз, просто жазасыз текст солай ма? Жоқ, өзім де түсіп саламын. IT, неге IT? Өзім жақсы көремін. Компьютерді, жұмыстарды бәрін. Мына жобаға қандай қызығушылық танытып жатырсыз? Жобаға сізбен бірге контент түсіремін деген ойда енді жаңағыдай айтқан сияқты хоббим ретінде жалғастырғым келеді. Және школдан бері негізі активистпін деп айтсам болады, бұрыннан бері. 6 класстан бастап қой деймін, неге Ильяс оқуларына, Абай оқуларына қатысқам, ылғи жүргізіп жүргем. Содан ойлайтын апайлардың бәрі қазақ әдебиет таңдайды деп. Бірақ ол бермады. Ильяс оқуларында қандай орындар алдыңыз? Ильяс оқуларында 3-ші орын алғам, 7-ші класста. Сосын Талдықорғанда ма? Иә, Талдықорғанда болған. Одан кейін 9-ші класста қатыстым, бірақ ол кезде орын ала қалдым. Әдебиетке қызықтыңыз? Әдебиетке қызыққа мәнерлеп оқимын.
сол 7-ші классқа дейін ғой тақпақ шығарып неткен болғанмын, одан кейін артынан білмеймін қойып кеттім ба, тақпақ шығармай кеттім. Негізі алдында мен аккаунтым болған тиктоктан, бірақ оны удалить етіп тастады, несовершеннолетний деп. Соны тикток. Қанша подписчик бар еді? Көп емес, бірақ ол кезде 3000 болды ғой деймін сол кезде. Одан кейін ашқанмын. TikTok өшіріп тұрсаң, иә? 18 болған екен аштыңыз, айтты, иә? Хорошо. Биге қатыстыңыз ба? Биге қатысқан жоқпын, бірақ енді. Бірақ кәсіби түрде билемеймін енді, бірақ барлық билерді алып кете аламын ары қаратай. Осы ЖГУ-дан былтыр қатысқам, неге дәстүрлі билер бар ғой? Соған. Бірақ бір-екі рет қана Наурызда соны биледі, одан кейін билетке жоқ. Сонымен жоқ болып кетті. Қазір енді біз өлең оқимыз, сосын билейміз, иә? Ештеңе жарайды. Давайте. Шәкәрім Құдайбердіұлы, адамдық борышың. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарт қыл өлгеніңше, жобатап жол көрсет келешек қам үшін. Қайтыдан қайрылып, қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің. Мен өзім негізі ақынмын десем де болады. Өлеңдер жазам, сайыстарға қатысқам, жарысқа қатысқам, Абай ТВ арнасына шыққам. Вот. Блогерлікпен айналысасыз ба? Жоқ, ондай ештеме жоқ. И былай видеолар түсіргем. И өлеңдер жазам, иә, ақын. Қандай байқауларға қатыстыңыз? Осы неде ма? Вообще, мектеп кезінде қазір. Мектеп кезінде ма? Ой, көп қой. Есіме түспей тұр. Өлең оқып бересіз бе өзіңіздің бір шығармаңызда? Өзімнің шығармамнан ба? Иә. Иә. Шығармашылығыңыздан. Иә. Бір минут. Бір минут, иә. Иә, таңдалыңыз. Келіп қалдым мың бала хаусына, жайдарлыда өздері көркем дара, мақсаттары бәрінің айқын екен, әзілдері арасында жүреді екен. Кастинг деген сөздері баурап алды, мені бірден өзіне жаулап алды. Мың баланың қатарына қосылсам ғой, одан басқа менде енді арман жоқты. Аспа. Өзіңіз туралы айтыңыз. Да, хореографпын, биден берем. Активистпін, всегда волонтермын, уже бір жылдан асты. Шексіздік деген креативный группа ашқанбыз Талдықорғанда, проекттармен жүреміз. Концерт береміз. Последний концерт мысалы Қапшағайда болды. Қазір ғана осыдан жарты сағат бұрын естідім айолым дейтін қыздан. Бека, короче, мынаяқта 1000 балаға кастинг болды, и потом алдында ЗТВ-дан да өзі маған жіберген. Братымдар, короче, там шанс бар, көрейді, что ауы мой деп ше. Содан келдім, болды. Оқисыз ба? Иә, биыл соңғы курс политех колледжінде оқимын. Биыл бітірем. Қай жерде сабақ бересіз? Мен былай командам бар, политехтің өзінде берем. Жалпы әлеуметтік желіде белсендісіз ба? Иә, шүкір. Қанша оқырманыңыз бар? Ау? 1100 чем-то. Негізі өзі қандай биден барлық түрінен сабақ бересің, иә? Мен, короче, өзім ғана билейтін би пайпинг стилінде болады. Ал үйретсем мен хип-хоп, современный хореография екеуінен. Өзің билейтін қалай? Менікі пайпинг. Робот сияқты билейді, короче. Ладно. Да, он трюктары көп, короче. Видеоларды саласың ба, соларды өзің? Короче, мен андай да, билем қатысам, но особо әлеуметтік желіге салуға тырыспаймын. Ұяласың ба? Нет, вы чё? Просто не, как-то странно сияқты. Білмеймін, анамай. Аха. Қазір билеп көрсесің пайпинг бізге? Да, можно. Давайте. Так. Өзің музыкалар бар ғой, иә? А это... Осы примерно қысқасы. Бұлай болады, бізде негізі главный бишілерім өзімде 2 қыз, 1 ұл бар. Ал 4-еміз қалған адамдарға да үйрете береміз. Негізі главный осы 4-еу. 2 қыз, 2 ұл. Сол жаңа басында түсіндіріп өткенімдей,
қорытындыдан кейін бізде Алматыда үй дайын тұр. Біз балаларды Алматыға орналастырып, оқу орындарымен келісімшарт жасап, сол жақта ары қарай блогерлікке оқытамыз, дайындаймыз. Өздеріңіз көріп жүрген блогерлердің барлығы сол жерде сабақ береді. Алматыдағы тиктокерлер, блогерлер, мобилографтар, тағысын тағы танымал адамдар. Содан кейін осы қазақ тілді контентті бірге жасаймыз деп ойлаймын. Келгендеріңізге тағы да рахмет. Жетістік жасай берсін.